Сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеоны беш бармақтың сіңілісі оңтүстіктердің үнемі жасап жейтін тағамы гүлшеттай жасаймыз достар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Ендеше тамағымызды бастау үшін ең алдымен етке илейтіндей қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін мен барлық қамырға бір жұмыртқа қосамын және тұзды су қосып қамыр илейміз. Әрі қарата тамағымызды дайындау үшін қазанымызға суымызды құйып, оған картошкамызды салып, тұзымызды салып, қазанымызды қайнатамыз. Және де маған где-то бір 5-6 жұмыртқа керек болады бетіне салу үшін. Және де тамағымызға біздің жарты пияз қажет, оны турап аламыз. Тостағымызға қолдың сармайын салып тұштамыз. Достар, айта кетейін, бұл тамақ қолдың сармайымен өте дәмді болады. Достар, майда тұшытқан кезде отты жай қойыңыздар. Қайнаған кезде бұл май көпіріп тасуы мүмкін, және де қатты қайнап күйіп те кетуі ықтимал. Тұшыған майымыздың үстіне жаңағы тураған жарты пиязымызды салып, қызарғанға дейін қуырамыз. Абайлаңыздар, күйіп кетпесін. Пиязымызды осылайынан қозғай отырып қуырамыз. Бізге қызартып қуыру керек бұны. Тұрып қалса, пиязымыз, майымыз күйіп кетеді. Әрі қарата жаңағы илеген қамырымызды етке жайғандай жаямыз, сондай жұқалықта. Алдыңғы салған картошкамызды сүзіп алып, оның орнына қайнап жатқан қазанға қамырымызды салып, қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп, оны сүзіп алдық. Енді алдыңғы тұшытылған сары майымызды қамырымызға құямыз, тұздық ретінде құйып шығамыз. Қамырымыздың бетіне пісірген картошкамызды және жұмыртқамызды салып, тамағымызды ұстына беруге болады. Достар, бұл тамақ етті жоқ кезде немесе бір жылдам қамыр жегілеріңіз келген уақытта жасап жей қойсаңыздар, өте дәмді тамақ. Жасап көруге кеңес беремін. Осымен біздің тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Гаухар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өздеріңіздің рецептілеріңізбен бөлісе отырсаңыздар қуанар едім.